Сен бір айтсыншы бар. Сен де бір атан боласың. Ал енді қыздар. Әлия, сіздерге біріншіден мына өткен кеткен көпкүннің мерекесі мұнда ғана ғой. Сіздер сондықтан мерекелерді құттықтаймын, жалғасып жатыр. Екіншіден мына көргеніме өте қуаныштымын. Қыздардың арасында жүрген деген ер азамат өте бақытты көрініс. Иә. Мынандай жаста тең көрініс. Сондықтан біріншіден барлықтарыңызға мен көргеніме қуаныштымын. Алла денсаулық берсін, оразаларыңыз қабыл болсын. Қыздар қолдарыңды бұлғап қойыңдаршы. Че такие пассивные шашып отырсыңдар ғой? Күліп отырсыңдаршы былай. Алла қабыл етсін. Әрдайым Алланың назарында, бақыттың базарында әулетті, мәнді де сәнді өмір сүріңіздер. Рахмет. Әмин. Аман есен болып жүрек қайда болсақ та. Енді білейміз, тек қана мынау дастарханда емес, әрдайым осындай жылы жиі көрісіп тұрайық. Ойындарымыз сіздердің бөліп қой. Жастық кезде, мектептің кезі, уақыт кезі мектеп шамалап келгеннен кейін осыдан кеп келеді да. Осы отырыс, осыдан артық қызығы жоқ. Бір ғанибет дүние ғой бұл. Бір ғанибет дүние. Оның бәрі өткенде ғана көріп, өткенде ғана үлкен әпкелеріміз айтып отыр да, 80-ге таяп тұрғанда. Шіркін-ай дейді, қайтадан сол 60 мың 70 кесілген. Мына жасқа не болды? Енді әлде кешеміз көздесін, бірінің аяғы ауырады, бірінің мынаусы сондай жағдай. Өмірдің өзінде ағышымен бағысы ғой. Әрдайым осындай бақытта жүріңіздер, қуанышта жүріңіздер. Сіздерді көріп біз жасарып жүреміз. Неге десең, алдымызда қыздар жас көрсетеміз. Өте жас көрсетеміз. Шынында керек қой. Ол жүректің өзінің қағысы солай да шынында керек. Сіздерді көрген кезде біз шынында керек жасарып 10-15 жасарып қаламыз.